Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар, дауыс естіліп тұрған шығар деп ойлаймын. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Құрметті бауырлар, біз Рамазан айындамыз, әлі де мынау дегенменен осындай қасиетті айда, қасиетті айдың маңызды бір нүктелермен бөлісу ол жақсы деп ойлаймын. Бүгінгі сол тақырып жалпы осы Рамазан айы болады тағы да. Алла тағала Құран-ы Кәримде Бақара сүресінің 198 аяты болу керек. Сіз бен бізге былай деп мархамат етеді. Сіздерге ораза тұту парыз болды. Сіздерден әуелгілерге парыз болғандай. Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алалладина мин қабликум. Сіздерден әуелгілерге қандай парыз қылсақ, яғни бұрынғыларға да ораза парыз болған екен. Сіздерге де бұл оразаны парыз еттік. Бірақ соның мағынасын осы жерде айтады. Лааллакум таттақун. Бәлки сіздер тақуалық етерсіздер дейді. Яғни орыс тілінде айтқанда быть богобоязненным дейді. Біз енді қазаққа орысты алмастырмасақ, қоспасақ түсінбей қалдық қой, сондай халге жеттік. Енді осы Құдайдан қорқу, тақуалық деген не екендігін жұрттар түсіндіріп жатады. Мен осы тақуалық жайында сөз қозғағым келеді. Ол не? Оның өмірдегі бізге беретіндігіне қаншалықты пайдасы бар? Бізге керек па ол өз мұсылманға? Енді ол керектігі жайлы енді бұл бөлек қой. Екінші тағы бір осының жанындағы бір қамтитын сұрақтарымыздың бірі, жалпы оған қалай жетеміз? Яғни тақуалық деген не? Одан не аламыз? Яғни бізге берері не? Үшіншіден, оған қалай жетеміз? Осы бір үш маңызды нүктеге тоқталып кетсек. Біріншіден, тақуалық ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям насихаттаған дүние. Оны ғалымдарымыз мұсылманшылықтың міндеті деп те санайды. Бүкіл өмірдің де түбі маңыздылығы осы тақуалыққа кеп тақалады, тіреледі. Шынайы Құдайдан қорқу. Осылай деп түсіндірсек болады. Енді мен оны енді мынау біздің асыл дінімізде Құдайдан қорқу деген сөзді біздің өмірімізге, алашағымыз, берешегімізге қарай түсіндірсек жақсырақ сияқты деп ойлаймын. Өйткені әрбір мұсылман адам деп айтамыз, бәріміз мұсылманбыз, ораза тұтып жүрміз. Бірақ біліңізші, осы оразаның түпкі мағынасы сіз руханиятқа энергия алу үшін болады. Сіз қуат алуыңыз керек. Ал ол қуатты ала алмай жатсыз ба? Сіздің рухыңыз көтерілмей жатыр ма, иманыңыз күшеймей жатыр ма? Онда сіз бір жерде қателік жасап жатсыз. Міне осы қателіктерді болдырмас үшін мен тақуалық жайлы сөз қозғағым келеді. Тақуалық, Құдайдан шынайы қорқу. Осы тақырыптағы бір нүкте, маңызды нүкте. Бізге не береді? Осындай бірнеше нүктелерді түсіндіріп кетсек. Өйткені қазір заманауи сондай бір тенденция кетті ма, халыққа бір нәрсені түсіндірген кезінде осы мағынада түсіндіру жеңіл сияқты көрініп жүр маған. Сен не аласың дегенде ғой, міне осы нәрсе, осындай нәрсе дегенде, өміріңде сен не нәрсе аласың? Қолыңнан ұстайтын, яғни өзің сезетін дүниелер. Ол тақуалықтан не ұстауға болады? Міне осы нүктелерді бірнеше айтып кетейік. Біріншіден, Алла тағала Құран-ы Кәримде 9 сүре 4 аятта, Тәубе сүресінде Алла тағала шынайы қорыққан адамдарменен бірге дейді. Шынайы тақуалық жасаған адамдармен бірге дейді. Яғни Алла тағаламенен бір болу. Сіз Алладан қорыққан сайын Аллахым, яғни Алланың шекарасынан өтуден қорқу. Осындай мағынаны айтып жатыр. Енді қорқыныш деген түрлі мағынада болады. Біреулер қорқыныш дегенді ойлайды ғой. Бір нәрседен жаңағыдай бір қатты бір жануардан немесе бір қауіп, қатерден бір қорқу деп. Ол мағынасы да бар шығар. Ол енді Алланың ашуыменен азабынан қорқу. Оның жанында Аллаға деген махаббат бар. Ал сіз бір адамды жақсы көрсеңіз, сол адамның махаббатынан, сол адамның
назарынан айырылып қалудан қорқуды айтылады. Яғни бір адамды жақсы көрсеңіз, әкеңізді, анаңызды жақсы көрсеңіз, мұғалімді, ұстазыңызды жақсы көресе мектепте, кейде сондай болады ғой, бір ұстазыңыз қатты жақсы көресіз, ол кісі күніге сондай бір керемет сабақтар үйретеді, сабақ өткізеді. Сол кезде ұстаз маған бүгін 5 қойса екен, менің фамилиям, атымды айтсам екен, мені тағы да бір мақтаса екен, яғни соның назарында тұрсам екен, ол кісіге бір сәлем берсем, ол кісі пәленше деп айтса, соның өзіне мәз болсам екен деген, яғни бір балалық махаббат болады кейде. Дәл осыған ұқсас махаббатпен түсіндірсе де болады. Алланы шынайы сүйген адам Алланың назарынан қалып қоймайыншы деген шынайы қорқынышы да болады. Сол үшін бірінші орында әлбетте Алламенен байланысты үдете түседі. Алладан қорқу, тақуалық ету. Тақуалық ету дегеніміздің мағынасы біріншіден Алланың шекарасынан шықпау. Яғни Алла тағала не нәрсені сізбен бізден тыйды, сол нәрседен тыйылу. Не нәрсеге бізге бұйырды, сол нәрсені жасау. Басқа тілде айтқан кезінде ғалымдарда мынандай сөз бар екен, ғалымдардың сөзін айтпай тұрып, телефонның бәле болғанын айтқым келіп жатқаны ғой. Енді біреулер ішіне кірген кезінде кәдімгі сүңгиді екен ішіне, ше. Білмеймін енді. Шығамайды ғой, білмеймін әйтеуір. Не істеп жатқанын Құдай өзі ақыретіне пайдалы қылсын әйтеуір сол тірлігінде. Сонда бір қызық дүние осы, бір ғалымдар сұрапты, шынайы Құдайдан қорқу деген ол қалай дегенде айтқан екен. Құдай жақсы көрген нәрседен табылсаң, және Құдай жек көрген нәрседен табылмасаң деген екен. Яғни Алла тағала нені жек көреді, сен сол жерден табылма. Сол жерде сенің атың да, ізің де, көлеңкең де болмасын. Және Алла тағала нені жақсы көреді, сол жерден табыл дейді. Бұл қандай? Құдайға деген махаббаттың белгісі. Енді Алламен байланыс туралы, оның өмірге деген маңыздылық туралы ертең бір отырыстарымызда айтармыз, қол тиіп жатса. Бірақ бүгін менің айтпақ дүнием осы тақуалықтың өмірге берері. Екінші бір үлкен нүкте күнәнің кешірімі. Алла тағала 8-ші сүре 29-ші аятта Алла тағала шынайы Құдайдан қорыққан адамдарды кешіретіндігін айтады. Яғни Алладан шынайы сондай бір сезімде болған адам, Алладан қорқып, Аллаға деген махаббат қойған адам күнәсіне бармағаннан, бір жамандықтан өзін тыйғаннан, мысалы сіз оразада Алладан қорыққаныңыз үшін, яғни осознанно, саналы түрде адал астан, адал тамақтан тоқтатсаңыз, сол үшін сіздің күнәңіз кешіріледі. Бұл біздің иманымызды күшейтеді. Содан кәдімгідей энергия аласыз. Ол энергияның дәмін иншалла айта кетермін. Бірақ маңызды нүктелерді бір басында тізбектеп кеткім келіп жатыр. Күнәнің кешіріміне себепкер болады Құдайдан қорқу. Тағы бір нүкте, ол Алла тағала дәл осы аятта шын жақсылық жасаушыларменен және Алладан қорқушылармен бірге дегенді де айтады. Яғни қолдаушы. Адам бұл өмірде қолдаушы іздейді. Мына өмірді таныған адам жақсы біледі. Көп адам ойлайтын шығар, осы өмірдің қиыншылығынан менің таныстарым, менің ақшам, достарым, көкелерім, жәкелерім алып шығады деп. Ол бірақ алдамшы сезім. Басыңызға іс түскенде, сізден барлық қашып кетеді. Барлық қашып кетеді. Оған ренжімеңіз, ол пенде өйткені. Саған түскен нәрсе ашу, саған түскен қаһар маған да тимесін деп ат тонын ала қашады. Бұл өмірде талай көріп жатырмыз. Сізге бір қатты ауру келсін, бір-екі күтеді, осы ауруынан жазылама деп күтеді. Бірақ сіз кәдімгідей инвалид болып, Құдай сақтасын, немесе бір қатты жазылмайтындай, немесе бері қарамайтындай ауруға кетіп баратсаңыз ше, ана сізбен ішіп, жеп, пәленше деген бәрі қалады. Келмейді ол. Қалады. Күлкісі бәрі сыртта кетеді. Жаныңа келіп отыратын шығар. Бірақ баяғыдай сенімен отырған қызық емес оларға. Өйткені
сен жүре алмайсың, сен олармен тұра алмайсың, күле алмайсың. Дәл сол сияқты. Сен қашан ақшаңды жоғалтасың, жалаң аяқпен ешкім бірге жүргісі келмейді. Саған қарызын да бермейді, ақшасын да бермейді, дастарханына да отыра алмайсың. Сенің жасың үлкейсе де, сенің жасың кішкентай болса да сондай. Сенің руың бөтен болса да, бізде қазақта руға да бөлінеді, білесіздер ма? Сондай төмен халықта адамдар бар. Руың кім дейді? Сен пәленше деген, онда сенмен араласпаймын дейді. Сондай да адамдар бар. Ұлтқа бөлінеді. Адамнан қолдау күтпей ақ қойыңыз. Ол да пенде, оған реніш те дұрыс емес. Ақша, материалдық дүние жоқ. Ол да ақшаның күші жетпейтін жерлерде бар. Мансап па? Мансап. Тақ пен табыттың егесі жоқ деген дүние. Тақ пенен табыттың егесі болмайды. Сіз ойламаңыз, табыт пенен біреуді алып кетіп бара жатса жаныңыздан, ол жерге мен жатамаймын деп ойламаңыз. Білесіз ба? Мынау біздің бабамыз Ахмет Яссауидің әдемі сөздері бар. 4 аяқты ағашат бір күнде саған жетер-ау деген сөзі бар. 4 аяқты ағашат деген табыт. Ол шаппайды, ағаш кәдімгі, бірақ ол бір күні саған жетеді. Шаппаса да жетіп алады. Сен қашқанда кәдімгі айға ұшып қашсаң да, не істесең де, сол 4 аяқты табыт саған жетіп алады. Сондықтан, құрметті жақсылар, шын қолдау ол Алланың қолдауы. Сен ауырсаң да, сен жалғыз қаласың. Тіпті жаныңда миллиондаған адам тұра берсін. Бірақ сол миллиондаған адамның ішінде сен жалғыз бола аласың. Оны сезу өте оңай. Бір үлкен мешітке кіріңізші, жұма намазына. Міне ертең жұма келе жатыр. Миллиондаған адам бар. Бірақ соның ішінде сіз Алламен тілдессеңіз, жалғыз тілдесесіз. Алланың құдіреті сондай. Сол миллион адамның тілегінің әрқайсысын естіп, әрқайсысына жауап бере алады. Сіздің қандай танысыңыз бар, соның бәрін дәл сондай істеп бере алатын. Яғни 24 сағаттың қалаған уақытында телефон соқсаң көтере беретін. Қай жағдайың болмаса да тыңдай беретін кім бар деп ойлайсың? Барлығы пенде. Айтқым келгені, Алладан қолдаушы, Алладан сүйеуші зат жоқ, оған тең келетін. Осыны адам саналы түрде жетсе екен. Тағы бір нүкте бар. Тақуалық Құдайдан, шынайы тақуалықтың беретіндігі біздің өмірімізге. Мынау біздің өмірімізде проблемалар болады. Өмір болғасын проблема. Денсаулықпен, тіршілігіңізде, жанұяңызда, ағайын туысыңызда проблема болады. Ол проблеманың есігін сіз егер өзіңіздің материалды жағдайыңызға сеніп іздесеңіз, онда қателесесіз. Танысыңыз, досыңызға сүйеніп іздесеңіз, тағы да қателесесіз. Олар қандай жәрдем берем десе де, Алланың қалағаннан артық бере алмайды. Пайғамбарымызда хадис бар. Әсем бір хадис, керемет айтқан осы дүниенің мағынасын. Бүкіл халық жиналып, саған жақсылық жасайым десе, Құдайдың саған берем дегеннен артық бере алмайды дейді. Және де Алла тағаланың егер саған бір жамандықты басыңа түсірсе, Алланың бергенінен саған бермекші болған жамандығынан артық жұрттар саған жамандық жасай алмайды дейді. Немесе оны керісінше айтсақ болады. Бүкіл барлығы жабылып, халықтың барлығы саған дұшпандық жасаса, Құдайдың саған жазғанынан артық ешнәрсе істей алмайды. Барлығы жабылып солай жақсылыққа сені батырып қоям десе де, Құдайдың бергенінен артық бере алмайды. Сондықтан басыңызға іс түскенде, сізді құтқаратын нәрсе ол Алладан сіздің иманыңыз бен қорқынышыңыз, тақуалық. Құранда сөйтіп айтады. Кімде-кім Алладан шынайы қорықса, ол менің де сөзім емес, ол пайғамбардың да сөзі емес. Ол сіз бен бізді жаратқан
Алланың сөзі. Алла тағала айтады, кімде-кім шынайы Алладан қорықса, Алла тағала ол кісіге өзі ойламаған жерден рызық несібе беріп, қиналған жерінен шығатын жерді тауып береді дейді. Бір сіз тығырыққа тіреліп шығамай тұрсаңыз, сізді шығаратын сіздің Аллаға деген сезіміңіз. Тақуалық. Ораза осы тақуалықты шыңдайды. Осы тақуалық сізді бүкіл проблемаңыздан алып шығады. Оған Алланың уәдесі тұр Құранда. Анық уәдесі. Қай жерде десеңіз, 65-ші сүре, 2-3 аяттарды оқыңыз. Міндетті түрде Құран айы болғасын, осы Құранмен бірге болған дұрыс емес па? Тағы бір айтатын нәрсе, біз пендеміз. Пенде болғасын материалдық жағдай іздейміз ғой, дұрыс па? Әйтеуір біреуім екеу болса, екеуім үшеу болса дейміз. Тақуалықтың әсері бар ма десе, иә, ол қанда бар екен. Алла тағала Құран-ы Кәрімде бір халық туралы айтады. Егер олар шынайы Алладан қорықса, біз оларға аспандар мен жерден толтырып рызық несібесін төгіп қоямыз дейді. Сен бай болғың келе ма? Рызық несібеңде береке болғын қалайсың ба? Тапқаның өзіңе де бала шағаңа да жұққанын қалайсың ба? Шынайы Құдайдан қорықсаң, Алла тағала саған аспан мен жерден төгіп қояды. Ол менің уәдем емес, ол Алланың уәдесі. Оқыңыз. 7-ші сүре, 96-шы аят. Алла тағала шынайы қорыққан адаммен бірге болады. Сол үшін мен айтпағым, құрметті жақсылар. Бір жинап алайын, сосын ораза туралы түсіндіргім келеді. Біріншіден, тақуалық, Алладан қорқу дегені тақуалық. Ол тақуалық біздің өмірімізге, рызық несібеміздің көп болуына. Қиналып атқанда шығатын жер тауып, өзіміз күтпеген жерден Алладан сыйға кенелгіңіз келсе де, Алла тағала сіздің қорғаушыңыз да, қолдаушыңыз да болуын қаласаңыз. Және де Алла тағала сіздің күнәңіздің бәрін кешірсін, барлық жасаған ісіңіздің бәрін өшірсін десеңіз де, Алла тағала сізді жақсы көрсін десеңіз де, Алладан шынайы қорқыныш, Алладан шынайы бір жақындық іздеңіз. Оның барлығының шешімі осы оразада табуға болады. Оразаның түпкі мәні ендеше. Кеше айтқандай, өз-өзіңді сондай тыю, күшейту, ол психологиялық жағдай. Бірақ мен бүгін имандық жағдайын айтып жатырмын. Сіздің біздің рухымызға энергия сыйлайтын ол осы ораза. Шынайы оразаны саналы түрде жасаңыз. Жай емес. Әрбір шөлдеген сайын өзіңізге айтыңыз, не үшін шөлдедің? Бұл өмір мәнінен тұрады. Ендеше осы өмірдің мәнін іздеген адамға міндетті түрде Алла менен байланысты үдеткені жақсы. Өмірдің мәні демекші, кеше бірнеше кісілермен үлкен жақсы ұстаздар менде отырдық. Сол кезде Арыстан ұстаз, Арыстан имам бір әдемі ойға салып кеткен дүниені айтты. Ана Виктор Франклдың кітабы бар ғой, кітаптары көп ол кісінің. Соның мынау өмірдің мәні туралы айтқан кітабы бар. Енді онша қанша жыл бұрын оқыған екем, сол жерде есіме түсіп кетті. Жалпы іздесеңіз интернетте Виктор Франклдың методы деп іздесеңіз табасыз. Бұл психологияда да қолданылатын дүние. Мынандай бір нүкте бар. Осы өмірде кейде сен мотивация жоғалтасың. Осы өмірде кейде қолың түсіп кетеді, салбырап кетеді. Кейде осы неғып жүрмін, не істеп жүрмін деп кетесің. Өйткені пенде болғасын, кейде тоясын бір нәрседен, кейде бір нәрседен шаршайсың, энергияң жоғалады. Не осы энергия жоғалғанның барлығы осы жасап атқан ісіңнің мәнін
түсінбегендіктен, яғни сол мәннен қуат ала алмағандықтан болады. Мен неге жүрмін бұл өмірде? Мен бұл жерде не істеп жатырмын? Біреулер жанұядан да күйеді. Мен осы жанұяда мен пәленшеге неге үйлендім осы? Неге алдым мынау қызды? Мысалы, неге мен мынаған тидім? Проблема болады ғой? Болады. Немесе осы оқуға неге түстім? Немесе осы жұмысты неге өзіме алдым мен? Неге осы жұмысқа кіріп кеттім мен? Осы маған қажет емес еді ғой. Тіпті неге ораза тұттым? Неге намаз оқыдым? Осы неге мен Құдайға сендім? Осының барлығында мән бар, мағына бар. Өмірде мән сізге қуат береді. Мәнін жоғалтқан адам барлық нәрседен дәм ала алмайды. Біліңіз, әрбір нәрседен мән іздеу, ол сізге бір сиқырлы таяқша сияқты, сол жерде сізге қуат береді. Мен ол мәннің барлығын психологиялық тұрғыдан былай әдісін айтқым келмейді, бірақ мен былай түсіндіргім келеді. Білесіз ба, осы адам уақыт сайын ниетін жаңарту керек. Пайғамбарымыз анық айтқан сөзі бар. Ниеттеріңді жаңартып тұрыңдар деген. Ниет өте маңыздылығы сонша, тіпті айтқан сөзі бар. Барлық амал ниетпен болады. Яғни ниеті сол амалдың тірекшісі екен ғой. Амал қандай екенін көрген кезде ниетіне қара. Ниеті қисық па, амалда қисық. Ниеті түзу ма, амалда түзу. Ол біліп алыңыз. Ал ниет қай жерден шығады? Мына жерден шығады. Ниет дегеніміз ол мағына. Мағынадан шығады. Не үшін дегеннен шығады. Не үшін жасамақшысың? Не үшін сен осы іске бастадың, осы іске ден қойдың? Міне осының барлығы ниеттен болады. Пайғамбарымыз ниетті жаңарт деп айтты. Ол жаңарту талап етеді екен ғой. Өйткені уақыты-менен түрлі мына өмірдің әртүрлі нәрселер бізді ниетімізді шайқап кетеді. Міне сол кезде қайтадан не үшін деген сұрақты қайта қойғанымыз дұрыс. Міне осының біреуі мурақабатулла, Алланы барлық жерде көре білу. Иншалла ол тақырыпты да көп қозғағанмын мен. Осы парақшамда іздесеңіздер де болады. Бірақ иншалла орайы келсе тағы да айтып кетермін. Бірақ айтқым келген үлкен нүкте. Сіз жанұяда, жұмыста, оқуда, өмірде, дінде мән мағына таппай келген кезде сіз содан жалыға бастайсыз. Сіз содан шегіне бастайсыз. Осының барлығы өз-өзіңіздің ниетіңізді жаңартпағанның себебінен де болады. Мың себептің біреуі және маңыздылардың біреуі. Ендеше ниетті қалай жаңартамыз? Уақытыменен өз-өзін бақылауда ұстау керек адам. Пайғамбарымыздың дұғасы бар. Аллахым, мені бір сәтте өзімді өзіме қойма дегені бар екен. Қарасаңызшы, өзімді өзіме тастап қойма дейді. Яғни біз егер өзімізбен өзіміз болып қалсақ, нәпсімізбенен болып қалсақ, нәпсіміз оңға, солға тартқылап, бізді жұлқылап, ойдан қырға, қырдан ойға, сайға сүйреп быт-шытымыз шығарады. Сондықтан әрдайым адам өз-өзін бақылап жүру керек. Ойын, пікірін. Мынау қазіргі заманауи психология соны осознанность деп айтады. Әрдайым мынау сені басқарып атқан ойлар сені басқармау керек. Ол ой сенікі болса, онда сен оны басқару керексің. Нені ойлайсың, нені ойламайсың. Ой, пікір, мінез, құлық, бүкіл өмір кімдікі? Сенікі ма? Онда оны басқаруды үйрену, міне түрлі әдістері бар шығар. Мен сізге бұны біздің асыл дініміздің әдісімен айтқым келеді. Өзіңізді Алламен бір болуды, қайда болса да Алланы сезе білуді үйреніңіз. Ол қалай жасаймыз? Бәрінен Алланың хикметін іздеңіз, істен. Екіншіден Алланың ізін іздеңіз. Аспанға қараңыз, жерге қараңыз, табиғатқа, адамға, өзіңізге қараңыз. Бәрінде Алланың ізі бар. Психологияда мынандай деп айтады. Мысалы, сіздің киім кию әдісіңіз, сіздің бір істі жасағандағы әдісіңіз, сіз үйдегі, мысалы, дастарханыңыз, үйді жаңағы түрлі жиһаздауыңыз, оның барлығы сізді айтып береді, білесіз ба? Жақсы психолог келсе, сізге мынау жасаған
жиһаздарыңыз, жасаған киім киген киіміңіз, жүрген бәріне сізге қарайды да, қандай екеніңізді патырлатып айтып бере береді. Ол айнаңыз сіздің. Дәл сол сияқты сіз Алланы көру міндет емес, бірақ мына бүкіл әлем Алланың ізі. Алланың қандай екенін көруге болады. Егер сіз Алламенен байланысыңыз үдей түссін десеңіз, Алланы зікір етіңіз, пікір етіңіз. Қорытып айтатыным, ораза бізге тақуалық үйрету үшін келген. Құранда ол осылай деп жазылады. Бақара сүресінде 198 аятында сіздерге ораза тұту парыз етіледі, сіздерден әуелгілерге парыз етілгендей. Бәлкім сіздер Құдайдан қорқарсыздар, яғни тақуалық етерсіздер. Оразаның мәні тақуалықта, Алланы сезінуде екен. Яғни әрбір оразадағы шөлдегеніңіз, қиналғаныңыз, күшіңіздің кеткені, бұның барлығын Алламенен байланыстан табыңыз. Алламенен байланысыңызды үдетіңіз. Сол үшін жасағаныңызды ұмытпаңыз. Сол үшін істеңіз. Ораза неден тұрады? Ол өз-өзіңізді аштықтан тұрмайды. Ол өзіңіздің мінезіңізді түзетуден тұрады. Өзіңізді бақылаудан тұрады. Ойыңызды реттеуден, тәртіптеуден тұрады. Ғибадатыңызды түзетуден тұрады. Күніңізді тәртіптеуден тұрады. Алламенен байланысыңызды реттеуден тұрады. Ендеше ораза кезіндегі осы бір әрбір сәттеріңізді, әрбір минуттарыңызды, құлшылық ғибадаттарыңызды пайдалы, Аллаға жақындайтын қылып өткізсеңіз екен. Тақуалыққа қалай жетеміз? Құрметті жақсылар, тақуалыққа бірінші орында қоршаған орта керек. Ол, егер сіз Құдайдан бір ықыласыңыз барда, бірақ соны реттей алмай жүрсеңіз, біліңіз, сіздің отырған отырыстарыңызда, сізді қоршаған ортаңызда Алла туралы айту аз. Соны айтуды әдеттендіріңіз. Ортаға достарыңызға айтыңыз. Міндетті түрде қандай отырыс болса да, сол отырыстың ішінде Алла және оның пайғамбары туралы бір ауыз сөз айтылу міндет. Міндет. Сауда болсын, дүние болсын, әзіл әңгіме болсын, айтайық, болды, әзілдесіп болдық па? Бітісіменен бір хадис, бір аят, соны бір көріп жіберейікші. Кім не естіті, соны бір талқылауды әдеттеніңіз. Бұл иманды, имандасуды реттейді. Яғни иманыңызды күшейтеді және сізді қоршаған ортаңызды реттейді. Екінші нүкте. Өзіңіз мінезіңізбен жүрсіңіз, ойыңызбен сөзіңізді бақылаңыз. Себебі, көп адамдарда мен байқадым. Не нәрсе ойлай берсе, ол ой ғой дейді екен да. Яғни мен ойымда ғой, еш нәрсе қылмайды деп ойлайды. Ішінен күнә де ойлай береді. Мысалы да, болады. Но менің жолымды кесіп кетті ғой дейді. Бір көлік айдап келе жатыр, біреу жолын кесіп кетті. Екеу айырылып кетті, ары бері сөз деді. Бірақ кетіп қалған екен, ол қайттан сөз ойына түсіреді, айтады. Ана пәленшема дейді, мен оны дейді үйту керек еді, оны бүйту керек еді, оны басын жұлып алу керек еді, басқа қылу керек еді. Айта береміз ғой, ол ой сияқты. Еш нәрсе емес қой дейді, бір онда тұрған зәр жоқ қой дейді. Бәрекелді. Ал білесіз ба? Біріншіден, ойда тұрған еш нәрсе жоқ болғанмен, ол сіздің уақытыңызды алды. Ой. Сіздің энергияңызды алады. Сіз содан бір дофамин алып атқан сияқты көрінесіз, рахат алып атқан сияқты көрінесіз. Мен соны жазалап атырмын. Ол ойыңызда ғой бірақ. Білесіз ба? Ой сіздің мінезіңізді, жүрісіңізді бұза бастайды. Яғни сізге қисық әдет беретіндігі осы ойдың, осы қисық ойдың. Қандай екенін білесіз ба? Сіз жұрттың бетіне айта алмай, сыртынан айтуды әдеттендіре бастайсыз осы ой арқылы. Яғни өсекші, өсек тасу, батылдықты жоғалту, бетіне айту әңгімені, керек нәрсеңді біреуге жеткізу деген ұғымнан айырыла бастайсыз. Өйткені сен ана жерге айта алмағаннан кейін мынаяқта айтады. Халықта айтады ғой, сол ішінен балағаттаған көп балағаттайды деп айтады. Ішінен боқтаған көп боқтайды дейді. Ол бекер емес. Сондықтан біреуге ренішіңіз бар ма, айтып салыңыз, ішіңде сақтама. Ал оны мына жақта ойлап жүру, оны айту, ол біріншіден күш қуатыңызды жұмсайды, бытшылық шығарады күш қуатыңызды.
екіншіден сізге күнә алып келеді. Өсек, өтірік, жаман ой, ұйқысыздық, мінезіңіздің бұзылуы және сіздің өмірдегі ойды сіз басқару емес, ой сізді басқаратын, яғни сіздің стерженіңіз ба, мына өмірлік стерженіңізді босатады. Сіз ойдың құлына айналасыз. Тағы бір үлкен нүкте, осы жаман ой көп адамдар өз-өзіне рұқсат береді. Осы ойды алып тастауға да сіздің қолыңыздан келеді. Бірінші ой келісіменен жоқ дей салыңыз, болды. Өйткені сен оны орындамайсың бәрібір өмірде. Сұрақ қойсаңыз, осы ойды орындайсың ба? Жоқ. Орындамасын ба? Алып таста. Ол сенің миыңдағы уақытты орынды алмасын. Өйткені, құрметті жақсылар, сіздің миыңыздағы болған нәрсе міндетті түрде ішкі санаңызға кіреді, мінезіңізге кіреді, өміріңізге араласып, әдетіңіз бен тағдырыңыз болады. Қорытып айтатыным, құрметті жақсылар, ойды, істі, сөзді түзетіп тазартуымыз міндет болады. Және де бізді тақуалық қалып баратын жол өз-өзімізді бақылау. Айтқан сөзіңе бақыла, айтқан ісіңе бақыла, киген киіміңді бақыла. Сенің киімің сенің кім екенін көрсететінін ұмытпа. Сенің сөзің кім екеніңді көрсететінін ұмытпа. Сенің ісің де дәл сондай көрсетеді кім екеніңді. Иә, әр жердің өзінің орны бар, әзіл бар. Әзіл орныменен, достықта орныменен. Бірақ білесіз ба, бұл өмірге сен келгенде жалғыз келдің. Бұл өмірден кеткенде де жалғыз кетесің. Қабірге жатқанда да бір өзің жатасың. Сенің бауырың, ата-анаң, достарың қабірдің сыртында қалады. Сен жатасың. Сол айтқан сөзіңе, істеген ісіңе жауапты бір өзің бересің. Ешкімнің етегінен ұстамайсың, пәленше сен ғой, айтқан жоқ. Ол өзінің жауабын береді дейді, сен асықпа дейді. Сен өзіңе жауап берші деген кезде не дер едіңіз? Құрметті бауырлар, ораза айы бізді ойымызды, ішімізді, сыртымызды бәрін түзететін ай. Сол үшін ораза айы, зікір айы, Құран айы, пікір айы дейтіні содан. Шын тазарып өмірімізді реттейтін, тәртіп дейтін, Аллаға жақындайтын уақыт деп ойлаймын. Ендеше, құрметті жақсылар, Рамазан айын руханиятқа бай, құлшылыққа толы, және де Аллаға жақын қылып өткізуді сізбенен бізге жазсын деп тілек қыламын. Сауда, саламат болыңыздар.